Халықаралық вальс түрін билеген әскери сарбаздар мен студенттер жиналғандарды ерекше әсерге қалдырды. Олар әннің әуенмен бірге ырғаққа сай билеп, жиналғандардың қошеметіне бөленді. Қалалық жастар ісі жөніндегі орталықтың жетекшісі Айнагүл Абдрахманова аталмыш шараның танымдық маңызы зор дейді. Цель мероприятия – духовное развитие личности, чтобы они помимо того... Әскери сарбаздар отан алдындағы борышын өтеп жүріп, арасында өнермен шұғылдансын деген мақсатпен күзгі бал кешін өткізіп отырмыз. Өйткені мұндай мәдени шара олардың шығармашылығын оятып, демалыс сыйлайды. Шарада 50-ге жоқ бала қатысып отыр. 18 жастағы Билимжан Сапар 5 айға жоқ 55-16 әскери бөлімінде өзінің ел алдындағы борышын өтеп жатыр. Алматылық азамат мәдени шараларға бұрыннан қатысып, өзінің өнерін көрсетіп жүргенін айтады. Ол күзгі бал кешіне политехникалық колледждің студентімен бірге келген. Осы шараға қатысуға бізді әскери бөлімден неге алды? Талдап алды, сержант Абенова. Капитан погребной екеуі бізді әрбірімізден сұрап, кім билей алады деп соларды сұрады. Сол бізді жазбады, 18 бала келдік. Бұндай шараларға қатысып, мектептерде осы күз балына қатысып жүргенбіз. Әскери бөлімнің жігіттерімен бәріміз дайындалған болатынбыз. Дайындық жақсы болып, нәтижесі осы. Күзгі бал кешінде барлығы 18 жұп би биледі, ал 50-ге тарта әскери сарбаздар мен студенттер өздерінің қолдауын білдіруге келген. Шара соны би кешіне жалғасты. Ақерке Заирова, Нұрлан Егенбергенов, Сфера арнасы.